Біздің мазхабымызда қан алдырса, ораза бұзылмайды. Оған қандай дәлел бар десе, оған имам Бухариден келген, Сахих Бухариден келген дәлел бар. Ихтажаба Наби саллаллаху алейхи ва саллям ва хуа соймун дейді. Пайғамбар алейхиссалам қан алдырды, ораза бола тұра дейді. Өзі ораза бола тұрып, қан алдырды дейді. Сол үшін осы хадиске сүйеніп, имам Абу Ханифа мазхабында қан алдырса, оразасы ашылып кетпейді. Имам Абу Ханифа мазхабы біреулер ойлаған сияқты өздерінің үкімдерін ауадан алған емес екен. Әрбір үкімін Құран мен хадиске негізделген екен. Енді басқа мазхабтағылар ораза ашылып кетеді дейді. Оған дәлел имам Мүслимде келген хадисті келтіреді. Афтар аль-хаджим уәл махджум деген. Қан алғанның да, қан алдырғанның да аузы ашылды дейді. Қараңыз, бұл хадис имам Абу Ханифа мазхабындағы уламалар бұл қан алдырғанның қанны бұзуына не дәлел бола алмайды дейді. Не үшін десе, мейлі қан алдырғанды сендер оразасы бұзылды сендер, қан алғанды неге бұзылып жатыр дейді. Қан алған адамды неге бұзылып жатыр дейді. Афтар аль-хаджим уәл махджум дегенде қан алған кісінің де, қан алдырған кісінің де оразасы ашылды деген. Ол не үшін оразасы ашылды десе, ол екеуі ғайбат қылып отыр еді. Қараңыз. Сол себептен басқа мазхабтарда кім ғайбат қылса, жаман сөз сөйлесе, оразасын ашылып кетеді. Біздің мазхабта оразасы ашылмайды. Бірақ оразасы ашылмай, оразаның фазилаты кетіп қалады. Тұтқан оразасына сауап алмай қалады. Кім ораза ұстап жүріп, жаман сөз сөйлесе, боғау сөз сөйлесе, кім ораза ұстап жүріп, сондай бір ғайбаттарды қылатын болса, өсектерді таситын болса, ол адамның біздің мазхабта оразасы ашылмайды. Бірақ ол адам фазилаты кетіп қалады. Оразаның фазилаты кетіп қалады адамнан. Ол адамнан оразаның сауабы кетіп қалады. Қарыздан құтылады мойнындағы. Бірақ сауабы кетіп қалады.